осы аяқ киімді тоқып үйренетін боламыз. Бұл бақа сияқты шығатын аяқ киім. Бұны түрлі түстен гүл қойып істесе де болады. Өздеріңіздің қиялдарыңызға байланысты. Бұл 37-38 размерге арналған аяқ киім. Бірінші табанын тоқып аламыз. Ол үшін табанын тоқып алу үшін бізге осындай арнайы нәски тоқуға арналған жіп керек болады. Және табан, қайшы. Табанды осы схема бойынша тоқимыз. Негізі табанын тоқу бұл жіпке байланысты болады. Мендегі жіпке осы схема дұрыс келеді, табанын тоқу. Ал енді бастаймыз. Осы схема бойынша кетеді. Бірінші осы жерден бастаймыз. 4 рет іліп аламыз. Тесік. Бір тесіктен 4 рет іліп шығамыз. Біреу, екіншісі. Мұқият қараймыз. Бір қарапайым ілу әдісі. 3, 4. Жіпті бұлай тоқ жерсікті болады арасында. Көрсетпей. 1, 2, 3. 3 рет. 3 тесіктен 3 реттен алатын боламыз. Енді жоғары жағына 5 тесік қалдырып, қалғандарын 2 рет іліп шығамыз. 2. Әр тесіктен 2 рет алып шығамыз. Міне 5 тесікке дейін іліп алдық. Енді 4 рет, 3 реттен аламыз, осы 4 тесіктен, және ең жоғарғы орта жағынан 4 рет іліп алатын боламыз.
бірінші рет табанмен жұмыс істеп жатқанда қолдарыңызды үйретіп біраз тоқып алсаңыздар да болады. Енді 4 рет іліп алатын боламыз. Алдыңғы 4 тесіктен 3 рет іліп алатын болады. 3 рет іліп алатын боламыз. Дәл жаңағыдай. Екі, үш. Санап отырыңыздар. Тас кетулеріңіз мүмкін. Екі, үш. Схема бойынша енді 2 рет тоқитын боламыз. 3 ұяшыққа, мынау соңғы жіптен 3 ұяшыққа дейін 2 рет іліп шығатын боламыз. Схема бойынша. 2 тоқып болдық. 2 рет. Енді 3 реттен алатын боламыз. Bir, iki, üç. Схеманы olsun скриншоттап алсаңыздар болады. Енді жаңада ауадан алып алдық қой. Енді сол ілмегімізге қосатын боламыз. Қашымен кесіп аламыз. Жұмызда. Бекітіп алдық. Енді бұлай жасырып қойсақ болады. Бұл жерде қара болғаннан соңынша көрінбей жатыр. Осылай жіптің арасынан өткізіп жібереміз. 2 жіпті байлай жерсек болады. Сөгіліп кетпеу үшін. Және ілмектеріміздің арасынан өткізіп қоямыз. Енді кесіп алсақ болады. Біз табанымыздың жиегін тоқып болдық. Ең маңызды бөлігі десек те болады. Бұл жерін дұрыс тоқылмайтын болса, аяқ киімдер әртүрлі шығып қалуы мүмкін. Сол үшін
схема бойынша тоқылған дұрыс. Біз табанымыздың жиегін тоқып болдық. Енді аяқ киімді тоқып бастайтын боламыз. Ол үшін жоғарғы бөлігінен 8 табанымыздың жиегін тоқып болдық. Енді аяқ киімді тоқып бастайтын боламыз. Ол үшін біз жоғарғы бөлігінен 16 тесік, яғни 16 ұяшықты санап алуымыз керек. Ол үшін осы жоғарғы бөлігінен 8 етіп санап аламыз. Сол кезде дұрыс шығады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы жерде енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы бөлігінен тоқып бастайтын боламыз. Бұл аяқ киімнің ең маңызды бөлігі. Осы 16 ұяшық осы аяқ киімнің ең маңызды бөлігі болады. Қысқартатын, не алатын жері дәл солай санап алған дұрыс. Әйтпесе аяқ киім дұрыс шықпайды. Яғни аяғымыздың тұратын жері. Он 16 ұяшықты санап алдық бөліп. Бұл жерге маркермен бөліп қойсаңыздар да болады, шатаспау үшін. Ал бірінші қатарымызды тоқимыз, тоқып бастаймыз. Бірінші ауада 3 шынжыр іліп аламыз, ауада іліп аламыз 3 рет. Бұл аяқ киімнің ең маңызды бөлігін тоқып бастаймыз. Ауада іліп алдық. Енді столбик накидам деп айтады енді орысшасы. Мен бағаналы ұяшық деп айтамын. Мүмкін қазақшасы басқаша болар, бірақ маған осылай айтқан ыңғайлы. Бағаналы ұяшықтарды іліп алатын боламыз. Осы 16 ұяшықтан бағаналы ұяшықтарды іліп шығамыз. Белгі қойып қойсаңыздар болады. Мен де белгі қойып қойайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осы жерге дейін бағаналы ұяшықтарды тоқиды екенбіз. Қазір маркермен белгілеп қоямын. Осындай маркер немесе жіппен белгілеп қойсаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай күпчекпен тоқып шығасыздар. Бұл өте оңай аяқ киім. Тоқылу оңай. Екі түрлі әдісті білсеңіздер болды ғана. Мұқият қарасыңыздар.
ал 16-ға дейін өзіміз самостоятельно тоқып шықсаңыздар болады. Біз белгімізге жетіп қалдық. Енді ары қарай жартылай бағаналы үстелшемен тоқитын боламын. Жартылай бағаналы ұяшықпен тоқитын боламыз. Оны жартылай бағаналы ұяшықта бірінші жібімізді іліп аламыз. Кейін ілмегімізден өткіземіз. Яғни осы ұяшықтан өткізетін боламыз. Іліп аламыз. Және ілмегімізге жіпті ілеміз. Жібімізді өткізіп аламыз. Жартылай бағаналы ұяшық. Қайталаймын. Ауада іліп аламыз. Ұяшығымызды өткіземіз. Ілмегімізге ілеміз. Іліп аламыз. Міне, тағы да қайталап көрсетейін. Мұқият қараңыздар. Осылай ауада үш рет іліп алдық қой. Сол жерге дейін тоқитын боламыз. Жартылай бағаналы ұяшықпен айналдырып тоқып шығамыз. Өздеріңіз тоқып шықсаңыздар болады. Қане, осы жерге жеткенде кездесеміз. Бірінші қатарымызды аяқтап қалдық. Жаңа ауада іліп алдық қой. Енді қосамыз. Енді екі рет іліп аламыз. Ауада ілеміз. Бірінші қатарымызды аяқтадық. Енді екінші қатарда барлығын жартылай бағаналы ұяшық әдісімен тоқитын боламыз. Барлығын сол әдіспен тоқимыз. Үйреніп алдыңыздар деген ойдамын. Барлығын осылай. Жартылай бағаналы ұяшық әдісімен ілетін боламыз. Кешіресіздер, мен қолым штативке тиіп кетіп жатыр. Сондықтан. Екінші қатарда жалпы барлығын осы әдіспен тоқитын боламыз. Ал екінші қатарды аяқтағанда кездесеміз. Екінші қатарымызды аяқтап қалдық. Енді қосатын боламыз. Үш рет көтеріп алатын боламыз.
маркермен белгілеп алдық. Осы дәл жаңағыдай 16-шы тесікке маркер белгілеп қойдық. Себебі осы жерге дейін бағаналы ұяшық әдісін қолданып тоқитын боламыз. Столбик накидом. Сіздерге түсінікті болу үшін. Орысша мастер-класстарды естіп жүрген болсаңыздар. Столбик накидом тоқитын әдісімен тоқитын боламыз. Столбик накида. Бұл аяқ киімді мен өзімнің ойым бойынша тоқыдым. Өте оңай. Маркерге дейін өзіміз тоқимыз. Маркерімізге жетіп қалдық. Штатикке тиіп кетатырмын. Дәл жаңағы бірінші қатарды тоқыған сияқты тоқитын боламыз да, бұл үшінші қатарды. Маркерімізді алып тастасақ болады. Енді ары қарай жартылай бағаналы ұяшық. Полстолбик накида. Солай тоқитын боламыз осы әдіспен. Жартылай бағаналы ұяшық. Маған осылай айтқан ыңғайлы. Осы жерге дейін жартылай бағаналы ұяшықпен тоқимыз. Дәл жаңағы бірінші қатарды тоқыған сияқты. Ал өзіміз тоқиық енді. Қатарды аяқтап жатқанда кездесеміз. Үшінші қатарымызды аяқтап болдық. Жалға қосатын боламыз. Жалға ауада екі ілмек іліп аламыз. Үшінші қатарымызды жартылай бағаналы ұяшық әдісімен тоқитын боламыз. Барлығын. Үшінші, төртінші және бесінші қатарды жартылай бағаналы ұяшық әдісімен тоқитын. Кешіресіздер, қателесіп кеттім. Төртінші, бесінші, алтыншы
4-ші, 5-ші, 6-ші, яғни осы келесі 3 қатарымызды осылай жартылай бағаналы ұяшық әдісімен тоқитын боламыз. Біз 3 қатарымызды тоқып болдық қой. Енді 4-ші, 5-ші, 6-ші қатарды жартылай бағаналы ұяшық әдісімен тоқимыз. Барлық ұяшықты солай алып шығамыз. 4-ші, 5-ші, 6-ші қатарларды. Ал ары қарай өзіміз тоқимыз. 7-ші қатарда кездесетін боламыз. Ол жерде қысқартулар болады. 7-ші қатарымызға келдік. Жаңағыдай 16-ші тесіктен маркер белгілеп қоятын боламыз. Ал бастаймыз 7-ші қатарымызды. Бұл 7-ші қатарда, штативке 7-ші қатарда қысқартатын боламыз. Через қысқартамыз. Бірінші жай алып аламыз. Бұл жерде де жартылай бағаналы ұяшықтан аламыз. Полстолбик накида. Бірінші жай алып аламыз. Екінші, үшінші ұяшықтарымыздан қысқартамыз. Ол үшін іліп аламыз. Толық тоқымаймыз. Жібімізді ілеміз. Үшінші ұяшықтан іліп аламыз. Және барлығын шығарамыз. Ilmeğimizi шығарып аламыз. Қарапайым. Бұл жерде қысқартпаймыз. Және 5-ші, 6-ші ұяшықтарымызды қысқартамыз. Через қысқартатын боламыз. Бірінші қысқартпай жай алып аламыз. Содан кейінгі екеуін қысқартып алатын боламыз. Яғни убавка жасаймыз. Міне, толық тоқымаймыз, іліп аламыз. Мен қате кеттім. Кешіресіздер. Іліп аламыз. Бұл ары қарай ілмейміз және шөбімізді іліп аламыз. Осылай қатарымызды тоқып аламыз. Маркерге дейін тоқимыз. Және убавка жасаймыз. Қысқартамыз яғни. Тоқып аламыз. Қысқартамыз. Тоқып аламыз және қысқартамыз. Тоқып аламыз. Қысқартатын боламыз. Тоқып аламыз. Жартылай бағаналы ұяшық столбик, полстолбик накида. Қысқартамыз. Сәл қателесіп кетіп жатырмын. Кешіріңіздер. Сіздер мұқият тоқыңыздар. Мұқият тоқыңыздар.
қысқартамыз. Тағы да қысқартамыз. Шай алып аламыз. Қысқартамыз. Маркерімізге жеттік. Ары қарай барлық ұяшықтан жартылай бағаналы ұяшық полстолбик накиді тоқып шығамыз. Осы жерге қатарымызды. Солай аяқтаймыз. 8-ші қатарда кездесеміз. Барлығын солай алып шығамыз. Ал өзіміз тоқимыз. 8-ші қатарымызға жеттік. Екі рет ауада іліп аламыз. Тағы да қысқартамыз. Бұл жерде белгілеп қойған маркерге дейін толық барлығын қысқартатын боламыз. Ол үшін дәл жаңағыдай толық тоқымаймыз бірінші ұяшықты. Екіншісінен шай алып аламыз. Бәрін шығарамыз. Мұқият қараңыздар. Іліп аламыз. Шығармаймыз. Екінші ұяшықты. Ары қарай мына ауада іліп алған ұяшығымызға дейін қарапайым
жартылай бағаналы үстелше, жартылай бағаналы ұяшықпен, яғни полстолбик накиді. Солай тоқып шығамыз. Ары қарай осылай полстолбик накиді тоқып шығамыз. Барлығын көтеріп алған жерге дейін. Өзіміз тоқимыз. Қатарымызды толық аяқтап болды. Аяқ киіміміз де аяқталып қалды. Міне. Ауада бір рет аламыз. Енді бағанасыз ұяшық әдісі бүкіл қатарды солай тоқитын боламыз. Міне, осылай бағанасыз ұяшық. Қарапайым іліп аламыз. Ілмегімізден шөбімізді өткіземіз, іліп шығамыз осылай. Бүкіл қатарды солай іліп шығамыз. Қатарымызды аяқтағанда кездесеміз, осы жерге дейін тоқимыз. Өзіміз тоқимыз. Қатарымызды аяқтадық. Енді ең соңғы қатарды тоқитын боламыз. Сонымен аяқталып та қалды аяқ киіміміз. Бұл жерде ең маңызды осы аяқты қысып тұратын қатар болады, яғни аяқ киімді ұстап тұратын. Осылай еліп аламыз. Қарапайым. Мұқият қараңыздар. Жай еліп аламыз. Осылай еліп шығамыз. Мұқият қараңыздар. Қатты қысып та жібермеңіздер. Осылай еліп шығамыз. Әр ұяшықтан алып бүкіл қатарды осылай алып шығамыз. Ал өзіміз тоқимыз енді. Қатарымыз аяқталғанша. Ал соңында кездесеміз.
Ал қатарымызды аяқтап қалдық. Мен қолым тиіп кете берді штативке. Аяқталды. Қайшымен кесіп аламыз. Жібімізді. Арасына кіргізіп жіберсек болады осылай. Жіпті сөгіліп кетпейді. Қырып тастасаңыздар да болады. Аяқ киім аяқталды. Осылай көз тоқитын боламын енді. Менікі бақа сияқты болған соң көз болады. Гүлмен сәндеймін десеңіздер, гүл тоқып сәндесеңіздер болады. Басқа түсте тоқысаңыздар да болады. Не? Аяқ киіміміз дайын болды. Әлі аузын тігуім керек. Көз тоқып көрсететін боламын кейін. Көзін тоқитын боламыз. Ол үшін ауада 2 рет іліп аламыз. Біріншісі, екінші рет іліп аламыз. Бірінші ілмектен 6 іліп шығамыз. Үш. Төрт. Бес. 6. 6 іліп алдық. 6 іліп алдық. Енді қосамыз. Жаңа ауада іліп алған екінші ілмекпен. Екінші ауада 2 ілмек іліп аламыз. Әр ұяшықтан 2 ілмек іліп шығатын боламыз. Яғни столбик без накида. Әрқайсысынан 12 шығу керек. Үш, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Қосып аламыз. Жаңа ауада іліп алған. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Ауада 2 рет іліп аламыз. Мен 3 рет іліп жүріппін. 2 рет ілеміз.
Енді бірінші ілмекті жай ілеміз, екінші қатардағы екінші ілмектен 2 рет іліп аламыз. 2 столбик без накида болады, көбейтеміз солай. Тағы 6 ұяшық қосылу керек. Жай іліп алдық, енді 2 рет іліп алатын боламыз. Бір ұяшықтан 2 ілмек ілеміз. Столбик без накида. Через болады. Біреуінен біреу, екіншісінен екеу, үшіншісінен біреу, төртіншісінен екеу. Солай кете береді. Үшінші қатарымыз 18 шығу керек. 18 ілмек шығу керек барлығы. Қосып аламыз. Енді кесіп аламыз. Төртінші қатарын жасыл түспен тоқитын боламыз. Зарядчиктер жатыр. Ауада 2 іліп аламыз. Бұл жерде 4 ұяшықтан жай іліп аламыз да. 5-ші ұяшыққа келгенде 2 рет іліп аламыз. 5-ші ұяшықтан. Бесіншісінен 2 рет іліп аламыз. Тағы да солай. 4 рет жай іліп аламыз. Бесінші ұяшықтан 2 рет. Көзіміз аяқталды. Бақамыздың көз дайын. Дайындағанда енді қарасын тоқимыз. Ол үшін қара жіп керек. Кез келген қара жіпті тоқи бересіздер. Және жаңағыдай тоқимыз бұл кезде. Ауада 2 рет іліп аламыз. Бірінші ілмектен 6 іліп шығамыз.
6 столбик, 5 накид. Артықша жіпті байлап кесіп тастаймыз. Осылай көз дайын. Тіксеңіздер болады аяқ киімге, немесе жабыстырсаңыздар да болады. Бір көз. Енді екінші көзін